Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен дауысты дыбыстарды тез әрі оңай меңгеру жолдарын үйренетін боламыз. Қазақ тілінде тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар деп екіге бөлінеді. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Дауысты дыбыстар ерін қатысына қарай, жақ қатысына қарай, тіл қатысына қарай деп бірнеше түрге бөлінеді. Міне, дәл өздеріңіз көріп тұрған кесте арқылы осы дауысты дыбыстарды оңай жаттау жолын үйрететін боламын. Ендеше, осы кестеге жаңағы айтылған бөлініс бойынша жазып шығамын. Бірінші, ерін қатысына қарай. Ерін қатысына қарай езулік, еріндік болып бөлінеді. Екінші, жақ қатысына қарай. Қысқартып жазамын. Жақ қатысына қарай ашық, қысаң болып бөлінеді. Ашық, қысаң болып бөлінеді. Енді тіл қатысына қарай. Тіл қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді. Міне, дәл осылай бөліп жазып алдық. Енді келесі ұяшықтарға кестенің ішіне дауыстарды жазып шығамын. А, Е, А, И, О, О, әрі жуан, әрі жіңішке болғандықтан жақшаның ішіне екеуі де жазылады. Міне, дәл осылай кестеге барлық жазатын сызбамызды орналастырып алдық. Ендеше осыны қалай жаттаймыз деген сұраққа жауап берейін. Мысалы, А дыбысын жаттау керек болса, А дыбысы ерін қатысына қарай езулік, жақ қатысына қарай ашық, тіл қатысына қарай жуан деп жаттайтын боламыз. Ө дыбысын алайық. Ө дыбысы ерін қатысына қарай еріндік, жақ қатысына қарай ашық, тіл қатысына қарай жіңішке. Міне, дәл осылай жаттасақ, тез әрі оңай жаттауға болады. Мысалы, дыбысын алайық. Дыбысы ерін қатысына қарай езулік, жақ қатысына қарай ашық, тіл қатысына қарай жіңішке. Міне, дәл осылай дыбыстарды жаттау ыңғайлы. Енді бірыңғай езулік дауыстыларды атаңыз дейтін болса, бұлай жаттауға болады. Езулік дауыстылар А, Е, А, И. Еріндік дауыстылар О, У. Міне, дәл осылай жаттау, тіпті ұбт-ға дайындалған оқушылардың өзі де осы арқылы тез әрі оңай меңгеруге болады. Бірыңғай ашық дауыстылар. Жақ қатысына қарай ашық дауыстыларды табатын болсақ, А, Е, О, Бірыңғай қысаң дауыстыларды атайтын болсақ, А, И, О, У. Міне осылай жаттауға болады екен. Оқушылар, және түлектер, бүгін біз сіздермен
дауысты дыбыстарды тез әрі оңай меңгеру жолдарын үйрендік. Менің бұл түсіндіргенім сіздерге пайдасы тиеді деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет.